Джек Лондон, Мексика ұлы. Ривера ринг келеу ашыраң соғылған алақандар көрермен қауымның оған деген сенімсіздігін айқын сездіргендей. Шындығында бұл қауым үшін Ривера бөр аузына тасталған жетім лақпен пара-пар еді. Өйткені оның қазіргі қарсыласы аты шулы азулы боксер ұлы Дэнни болатын. Жас мексикандық өз бұрышына жайғасып қарсыласын күтті. Әр минут жылдай созылып баяу жылжиды. Дэнни өзін ұзақ күтуге мәжбүр етті. Тіс қаққан жырындының бұл қағидасы темірқанат боксшының талайының ақ қабырын сарқып көңіліне қорқыныш ұялататын жүйкесіне тиетін. Ривера өзінің бұл айқаста қалайда жеңу керек екенін бір сәт естен шығарған жоқ. Оны осы айқасқа итермелеген ұлы күштің сыры зал толы көрермендердің бірінің ойына да кіріп шықпайды. Дэнни Уорд ақша үшін. Сол ақшаға негізделген жеңіл өмір үшін айқасып келеді. Ал Ривера өзінің не үшін, кімдер үшін төбелесетінін терең түсінеді. Оның көз алдына бір сәт туған елінің аянышты тұрмысы, жанары ыза-кекке толы бейнесі ап-айқын елестеп өтті. Қам-қиғаш көріністер, компания ләпкес алдындағы алаң, сол алаңда интірескен мыңдаған аш жұмысшылар, солардың төбесінде қамшы ысқыртып, қылыш ойнатқан генерал Росалио Мартинес пен Порфирина Диастың солдаттары қанды қырғын. Осы бір көріністер өмір бақи таусылмастай, жазықсыз төгілген адам қаны мәңгі тыйылмастай көрінеді. Қаралы түн, қапас түн, сол түн құшағында тағдыр үшін тартысқан жандар мүрдесі Веракруске жөнелтіліп, акулаларға жем болып жатыр. Өліктер арасымен ілгері еңбектеген ол жендеттер айуандықпен азаптап өлтірген ата-анасының парша-парша мәйіттерін ғана тапты. Әсіресе кеудесін баса тау болып үйілген өліктер астынан басы ғана көрініп жатқан ана бейнесі танасын семсердей тілгілейді. Тағы да солдаттар винтовкасы ажал оғын қардай боратты. Сол оқ астымен аш күзендей бүгіле еңбектеп қашқан жетім ұлан жүрегі уланған қасқырдай аласұрады. Дауыл толқытқан теңіз шуындай ду соғылған шапалақтар үнінен селт етіп басын көтерген Ривера айналасында құрдай жорғалаған жаттықтырушылар мен секунданттарын ертіп орталық алаңмен келе жатқан Дэнни Уордты көрді. Оны қолпаштап соғылған алақандар дауылы 5 минут бойы дүрілдеп тұрды. Ал Ривераға ешкім назарда салмады. Тіпті ешкім оның осы жерде бар жоғын білмейтін, білгісі де келмейтін тәрізді. Зал тағы да ду қол соқты. Дэнни қарсыласына қарай беттеген еді. Ол еңкейіп Ривераның оң қолын екі қолымен алып зілдене жай сілкіді. Содан соң бетін Ривераның бетіне тақай күлімсіреді. Оның осы бір қалпы көрермендерді таң қалдырып, таңдайларын қақтырды. Ол дәл қазір қарсыласымен емес, туған інісімен кездесіп тұрғандай еді. Көпшілік солай ұғынды.
Дэннидің қимылдаған еріндерінен оның сөйлеп тұрғанын байқап, не деп тұрғанын естпесе де, әйтеуір бір ыстық лебіз білдіріп жатқан шығар деп жорған көрермендер тағы да дабырласып, өздерінше дән риза болысып жатыр. Дэннидің сыбырын тек Ривера ғана айқын естті. «Әй, Мексика жігіті», деді ол, езуіне мысқыл күлкі үйірген қалпы ысылдай сыбырлап. «Қазір сенің кеудеңнен жаныңды суырып аламын». Ал Дэнни шешінген кезде әлгілер пах деп таңдай қақты да қалды. Шынында да оның серіппедей бұлтылдаған шақпақ еттерінен дүлей күштің лебесіп тұр еді. Аппақ терісі жып-жылтыр ширақтық пен серпінділік күш қайрат тұла бойына сыймай тұрғанда, ол мұны талай айқаста айқын көрсетті де, оның суреті мен бетін шұбарламаған бірде-бір спорт журналы жоқ. Пайдер Фонерти Ривераның тоқыма көйлегін басынан сыпырған кезде зал іші күңіреніп кеткендей болды. Қара торы өңі оны барынша арық та әлжуаз етіп көрсетті. Рас, бұлшықеттері бар болатын, бірақ қарсыласымен салыстырғанда келмейтін. Алайда алабұртқан көпшілік оның апайтөс кең кеудесін байқай алмай қалды. Сол сияқты олар Ривераның бұлшықеттерінің әрбір клеткасының кез келген соққыға дайын тұратын, шаршап шалдығуды білмейтін төзімділігін де, берік жүйкесі оның денесін қуатты механизмге айналдырып жібергенінде аңғара алмаған. Көпшілік тек қара торы өңді 18 жастағы талдырмаш бозбаланы ғана көрді. Дэннидің жөні бір басқа. Дэнни 24 жастағы нағыз ермісінді жігіт. Бұл айырмашылық әсіресе екеуі төрешінің соңғы кеңесін тыңдап қатар тұрған кезде алабөтен көзге түсті. Ривера осы жерде тілшілердің ту сыртында отырған Робертті көрді. Ол әдеттегіден гөрі масаңдау екен, тілі бұрынғыдан бетер күрмеле түсіпті. «Жатқан бар, Ривера», деді ол міңгірлеп. «Естіңде болсын, ол сені өлтірмейді». Ривера оның сөзін есткен сыңай байқатпады. «Қарашы мұны, томаға тұйық сайтанды», деп Роберт көршісіне бұрыла міңгірлеп. Сол баяға қырсықтығынан жазбайды. Гонг қағылды да айқас басталып кетті. Көрермендер бір серпіліп алға ентелей қалыста, шыдамсыздана шиыршық атып тұрған Дэнни екі аралықты бір аттап Мексика баласын екі шайына бір жұту мақсатымен дүрсе қоя берді. Ол әдегеннен ақ Ривераға жұдырықты жаңбырдай жаудырып кеп жіберді. Тәжірибелі шебер боксшының тұс-тұсынан төпелеген соққылары Ривераны желайдаған қаңбақтай дөңгелетіп әкеп керме арқанға жапсырды. Төреші боксшыларды ажыратып жіберді. Сөйткенше болмай мексикалық тағы да арқанға соғылды. Мұны боксшылар айқасына ұқсатуда қиын еді. Күші басым ағаның әлжуаз ініне бөріктіріп сабағанымен парапар болды. Дэннидің құтырына екілене жаудырған жұдырығының астынан Ривера көпшілікке әрең қылаң береді. 1 минут, 2 минут өтті. Боксшылар бір сәт ажырасқан кезде ғана көрермендер көзі мексикалыққа түсті. Оның ерінен бұлғары қолғап жырып кетіпті, мұрнынан қан дірдектеп тұр. Алайда оның салқын қандылығын, суық көзқарасының баяғы бәз қалпында қалған ешкім байқай алмады. Ол чемпиондыққа таласқан талай мықтының жұдырығына жанды нысана болғанды. Сондағы табатын табысы $жарты еді. Дегенмен сол жұдырықтар мұны асқан төзімдікке баулып, құрыштай шыңдапты да. Осыдан кейін ешкім күтпеген керемет оқиға болды. Жұдырықтар дауылы күрт тұнды да Ривера рингте жалғыз қалды. Дэнни қаһарлы даңқты, Дэнни шалқасынан түсіпті. Ол теңселіп барып, немесе тізерлей барып, жайлап жантая құламады, мұрттай ұшты. Оны Ривераның серп ұрған сол қолы баудай түсірген екен. Дэнни сәл есігірген кезде барып қимылдады. Бокс жанкүйерлерінің мұндай нокаут кезінде құлатушыны қолпаштап дуылдасатыны бар ғой. Бұл жолы бәрі тілдерін жұтып қойғандай тым-тырыс. Олар істің бұлайша насырға шабатынын күтпеген еді. Зал секунд санаған төрешінің үнін іштен тына тыңдап отыр. Осы кезде масаттана сөйлеген Роберттің дауысы естілді. «Ол екі қолымен бірдей ұралады дегенім осы ғой сендерге». 5 секундта Дэнни етпетінен аударылып түсті. Ал төреші 7-ге дейін санағанда бір тізерлеп демалып, 9 дегенде атып тұруға дайын тұрды. Егер төреші 10 деген кезде тізесі еденге тиіп тұрса, оны жеңілді деп санау керек. Мұндайда тізесі еденнен көтеріле бергенде-ақ оны тік тұрды деп санап,
Ривераның тағы да ұрып жығуға еркі бар. Ривера асығыстық жасағысы келмеді. Ол тек Денни тізесін еденнен көтере бергенде ғана ұруға дайындалды. Ривера қарсыласын айналып өте бергенде төреші екеуінің арасына келіге кетті. Ривера оның әр секундты барынша жай санап тұрғанын біліп тұр. Барлығы тіпті мына төрешіге дейін қарсы болған. Мексикалықтың соққысын еткен күштет деп сыбырлады жаттықтырушыға Денни. Секунданта қара борша болып жанталаса, терін сүртіп желпіп жатты. Екінші, үшінші раундтарда көз көратын сәттер болмады. Айлагер тәжірибелі ринг королі Денни әртүрлі айла шарғымен уақыт оздырып, бірінші раундтағы қатты соққыдан есін әбден жиып алғысы келіп жүр. Бойына біткен айрықша қайратпен мінезіндегі қажырғана төртінші раундта оны өзін келтіргендей болды. Айла шарғында ұмытты. Қарсыласының тыртысуын қараша, Денни жинақтаған тәжірибесіне жүгінді. Өзіне әлгідей қатты соққы дарытпас үшін бәсекелесін әбден шаршату тәсіліне көшті. Ривераның бір соққысына 3 соққымен жауап беріп жүр, бірақ бұл нокаутқа түсіруден гөрі кек алуға ұқсайтын еді. Қауіп талма тұстан тиетін жұдырықтың дәлдігі мен салмағында ғой. Екі қолымен де қапталдан қысқа соққымен сілейте алатын мына баладан Денни шынымен абайлау керектігін енді түсінгендей. Қорғаныста Ривера шабуылды сол қолымен қағу әдісін қолдануда. Қайта өз нәтижесін берген осы әдіс Деннидің басы үшін аса қауіптеді. Бірақ Денни талай көк соққаны көрген сарабдал боксшы ғой, сондықтан да жұрт оны алдын ала чемпионға балапты қойған. Ол ұрыс әдісінде ойламаған жерден өзгерте алатын. 7-ші раундта Денни де қатты соқты. Ривера теңселіп барып сәл құламай қалды. Есін жиғызбай Денни қай тұрды. Ривера кермеден асып барып репортерлардың ортасына түсті. Олар оны рингке қайта итермеледі. Ривера бір тізерлей отырып ауыр дем алуда. Керменің ар жағында бәсекелесі күтіп тұр. Төреші ара түсуді немесе Денниді тежеуікті ойлаған жоқ. Елеуреген жұртта ес қалмады. Біреу өңешін жұрт айғайлайды: «Саудасын бітір, Денни!» Жүздеген дауыс олардай шулап қостап кетті. Денни қолынан келген істеуге дайын тұр, бірақ төреші 9 емес 8 санағанда Ривера кенет кермеден аса секіріп барып бәсекелесін құшақтай алды. Ривера бұның бекем ұстады. Басының буалдырланғаны да сейілгендей, солай болуға тиіс қой. Мыналардың бәрі арамзалар емес пе? Тағы да көз алдына манағы суреттер елес беріп өтті. Шөлге тартылған темір жол, жандармдар мен америкалық кәсіпкерлер, түрмелер мен полиция қапастары, құдық жанындағы қаңғыбастар. Мұның өзі винтовка емес пе? Өзі революция. Ол өзінің Мексикасы үшін соғысады. Ривера қалайда жеңілмеуге бел буды. 8-ші раундта оның қарсыласы әуелгі соққысын қайталағысы келіп әрекеттеніп бақты. 9-ші раундта жұрт тағы да тосын жайға тап болды. Боксшылар бір-бірімен жақындаса бергенде Ривера кейін шегінді де оң қолы найзағайша жарқ ете түсті. Денни құлап түсті. Жұрт сілтідей тынды. Денни өз әдісінің құрбандығына шалынғанды. Оң қапталдан төменнен жұмсалатын оның атақты әдісі бұл жолы өзіне жай болып қайтты. Төреші 9 санағанда көтеріле түскен Денниге ол қайра шабуыл жасамады. Мексикалық қиын жағдайға тап болғанда тырп етпеген төреші бұл жолы айқасты жалғастыруға жіберер емес. 10-шы раундта Ривера бәсекелесін иек астынан 2 рет оңдырмай ұрды. Денни болса долырып кетті. Езуінде кек түгіл койнап ызалана төбелеседі. Ол темірдей тегеурінімен Ривераны бәрібір жасыта алмады. Дауылдай соққылардан жалтара жүріп бәсекелесін шүрет оңдырмай отырғыздау. Енді Денни бәсеңсіп 11-ші раундта сыр бере бастады. Осы сәттен 14-ші раундқа дейін күшін үнемдеп сақ қимылдады. Кәнігі боксшылардың беделіне нұқсан келтіретін, рұқсат етілмеген құйтырқы тәсілдерді қолдануға да арланар емес. Шынтағымен бәсекелесінің қолғабын қысып та қалды. Қолғабымен Ривераның аузы мұрнында басты. Қапсыра құшақтап жатып, дауыстап, балағаттап та қояды. Арамзағылықтарын көре тұра төрешіден бастап көрермендер бәрібір Деннидің жағында. Күтпеген қарсылыққа кездескен Денни ақырғы бір жойқын соққыға үміт артты. Ашынды, жалтарды, бар күшін жинап, төкпелей соққылап тізгінді өз қолына алуға барын салды.
Білегінен әл кетпей тұрғанда Денниден оны күтуге де болатын еді. Раундтар арасындағы үзілістерде Ривераның секунданттарының қамқорлығы да шамалы болды. Оның ентіккен кеудесін желпуге де селқос самарқау қимылдады. 14-ші раундта ол Денниді тағы да ұрып құлатып, төреші секундтарда санап жатқанда ауыр қолдарын салбырата төмен түсіріп, сәл болса да тыныстап алуға тырысты. Қарсы бұрыштан күдікті сыбырда құлағына шалынды. Оның дыбыс түйсігі аса сезімтал еді. Әңгіме үздік-создық естілді. Тыбыр шыққан бұрышқа жақындады. Солай болар сөзсіз. Ол Майкл Келлидің дауысын естіді. Роберт мақұлдай бас изеді. Деннидің жеңуі тиіс. Мен көп ақша ұтқызамын, бала сені тыңдайды. Бір амалын жасау керек. Осы сәттен кейін Ривераны еш нәрсе алаңдатпады. Денниді тағы ұрып құлатты. Буындарын босатып ентіге демалып тұр. Роберт орнынан тұрды. Бітті, деді ол. Өзіңнің бұрышыңа тарт. Ол жаттығу кезіндегідей бұйра сөйледі. Ривера оған ызаға толы жанарымен жалт қарады да еш нәрсе естімеген адамдай Деннидің көтерілуін күтіп тұра берді. Келесі үзілісте Келли Ривераның бұрышына келді. Шайтан алғыр, мына қалжыңыңды доғар, жеңіл, Ривера. Болашағың үшін мен тыңда, сені байлыққа кенелтемін. Келесі жолы Денниді жеңуіңе мүмкіншілік жасаймын. Бүгін сен жеңілуге тиіссің. Ривера көз қарасымен оны естігенін танытты, бірақ келісімге де қарсылыққа да белгі бермеді. Не үндемейсің деп ызғарлана сұрады Келли. Бәрібір ұтыласың деп отқа май құйды Пайдер Кочерти. Төреші жеңісті саған бермейді. Одан да Келлидің ақылын ал, бұлада тұрма. Шың еткен гонг дауысы Ривераның ашуын онан сайын қоздырып жіберді. Жұрт еш нәрсені байыптар емес, өзді бір қауіпті сезгендей, бірақ оның қайдан келгенін білмеді. Денниге баяғы кеудем соқтығы қайта оралғандай. Ол дауыстап, балағаттап алды да Ривераға ұмтылды. Ривера шегіншектей берді. Рұқсат етілмеген әдіспен ұрдың деп, жала жабылмас үшін кеудеден төмен көздемеуге бел буды. Бұл жеңіске жеткізер жарты мүмкіншілікті жоғалту болса да, оның алыстан соғып қана таза жеңіске жететініне көзі жетті. Ривера соққы үстіне соқ қалды. Жұдырық жаңбырша жауды. Мейл тек кеуде түйістіріп жақын жібермесе болғаны. Деннидің осы тегеуріні кезінде жұрт түгел аяғынан тік тұрды. Бәрінің көздері қарауытып, естері ауған, ешкім ештеңе түсінбей, тек өздерінің сүйіктісінің мерейін көріп, бар дүниені ұмытқан. Айқастан қашпа деп аласұра айғайлайды олар Ривераға. Ашыл күшік, ашыл, өлтір оны, Денни, сенің ісің ақ. Бүкіл залда салқынғанды жалғыз Ривера ғана. Темпераментке келгенде Риверадан қызуғанды ешкім жоқ, бірақ ол тас құрған теңіз толқынындай шапшыған мына тобырдың жалыны оған кешкі самалдың желпуіндей ғана әсер ететін алапат дауылдарда шынық демес пе. 17-ші раундта Деннидің ойлағаны іске асқандай болды. Оның ауыр соққысы Ривераны екі бүктеді. Қолдары сылқ түсіп, тәлтіректеп шегіне берді. Денни бақытты сәт туды деп есептеді. Бала қазір оның еркінде, бірақ Ривера бұл айламен оны ашық қалдырып, жойқын күшпен иектің астынан ұрды. Денни мұрттай ұшты. 3 рет көтерілмек болды. Ривера да соққысын 3 рет қайталады. Төреші оның мұнысын еш қашан бұрыс деп айта алмайтын еді. Бил деп шыжбалақтады Келли төрешіге. Мен не істей аламын деп кей жауап берді төреші. Мен сылтаурататын еш нәрсе жоқ. Төреші оның қолғапты қолын алып ықылассыз жоғары көтерді. Ривераны құттықтаған ешкім болмады. Секунданттар орындықта қоймаған, өз бұрышына да жалғыз барды. Ол кермеге арқасын тіреп, кекті көзімен секунданттарға қарады. Бара-бара жанары 10.000 жангүйер отырған бүкіл залды шарасына сыйғызып алды. Тізелері дірілдеп, әбден қалжырағандықтан талмаусырап кетті.